осы бағдарлама 1 қаңтар 21 жылдан бастап басталып келді. Мына 31 тамыз 25 ағымды жылда алса, мына біздің Шығыс Қазақстанда 90 мыңнан астам өтініш қабылдадық. Оның ішінен 69 мыңнан астам өтінішті іске қосып, 103 миллиардтан астам теңгені бердік. Бұл тұрғын үй мақсаттарын жақсарту мақсаттарына. Жеке емделу жағын алса, емделуге бізде Шығыс Қазақстан бойынша 36 мыңнан астам өтініш қабылдадық. Оның ішінен 29 мыңнан астам өтініш бойынша біз ақшаны аудардық. Жалпы сомасы 28 миллиардтан астам болды. Негізде мына жеткіліктік шегінен төмен түсуге болмайды, сондықтан біраз ақша бәрі біздің салымшыларда қалады. Бірақ негізінде болашақта әрине бұл қиындықтар туғызады. Өйткені зейнет жасына келгенде төлем аз болады. Қазіргі кезде шығып жатқан зейнеткерлер бірнеше жерден зейнетті алады. Ол біріншісі ынтымақты зейнетақы, ортақ зейнетақы деп айтады, базалық зейнетақы, және мына жинақтаған біздің мына ақшамыз қорға түсіп жатқан. Сондықтан бұлардың сомалары әрине аз болады. Болашақты жоспарлау керек. Зейнетақы жинақтары бұл сіздің негізде былай айтқанда қартайған шағыңыздағы кепілдік қой, бұл былай айтқанда жинақтарыңызды негізі көбейтуге тырысу керек. Бұнда былай айтса да болады, біздің мысалы біздің ресми сайтта empf.kz немесе мобильді қосымшада электрондық калькулятор бар, зейнетақы калькулятор бар. Зейнетақы калькулятор дегеніміз, сіз осы мына зейнет жасына келгенде зейнетіңіз қандай болатынын есептеп шығарып алуға болады. Жеткіліктік шегінен дейін ақшаны шешіп алсаңыз, шегінен кейін, сосын шешпесеңіз қандай айырмашылығы болатынын бұнда сол жерде көріп алуға болады.